Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 74-ші сабақ. Бүгінгі тақырып өтірік өлең құрастырамын. Бүгінгі сабақта өтірік өлең туралы білесің. Өзің оны құрастырасын. Өтірік өлеңдер тапқырлыққа құрылған күлкілі оқиғаға толы халық шығармасы. Бірінші тапсырма балалар, өтірік өлеңді жатқа айтасыңдар. Ши тоқыдым шиеден, теңіз кештім түйемен, күйме жасап инеден, үй тұрғыздым түймеден. Екінші тапсырма, өлеңді түсініп оқы. Өтірік өлең. Бірінші оқушы. Айттым да өтірік өлең айла қылдым, кесіп ап бетегені найза қылдым, торғайды 3 қонаққа сойып беріп, жарты етін алып қалып пайда қылдым. Екінші оқушы. Дүниеде болады екен қоян мықты, жабылып 15 жігіт зорға жықты, соғымға сойған едім семізін ай, бүйрек майдан басқасы 5 қап шықты. Үшінші тапсырма, оқушылар қандай өтірік өлең айтты? Қара сөзбен әңгімеле. Бірінші оқушы торғайды 3 қонаққа сойып беріп, жарты етін пайдасына жаратты. Екінші оқушы бір қоянды 15 жігіт әрең жығып, соғым қылды, бүйрек майын қоспағанда еті 5 қап шықты. Төртінші тапсырма, суретке қарап өтірік өлеңді толықтыр дейді балалар. Дүниеде болады екен қоңыз мықты, арқанды үзіп қорадан атып шықты. Мініп алып қоңызды өлеңдеттім, әп сәтте қоянды мен қуып жеттім. Келесі 5-ші тапсырма, мағынасына қарай өтірік өлеңнің ұйқасын тап дейді балалар. Қажетті сөздер: қойдым, қатады, атады, ойдым. Естімеген елде көп, шілдеде мұз қатады, қоян мылтық атады, қаламышпен мұз ойдым, қайнатуға тұз қойдым, ермек өтетілеулі. 6-шы тапсырма, өзің қандай өтірік өлеңдер оқыдың, айтып бер. Мініп алып құмырсқаға, барып келдім жұмысқа, мен келіппін бір жаққа, жұмысым екен ол жақта.